Адамзат баласы ерте заманнан бері аспанға қарап, жұлдыздар мен жұмбақ нұрларға тамсанып келген. Ал соңғы ғасырларда бұл қызығушылық ерекше сипат алып, НЛО, яғни беймәлім ұшатын нысандар туралы әңгімелер көбейді. Біреулер бұларды басқа ғаламшардан келген тіршілік иелері дейді, енді бірі үкіметтің жасырын жобалары деп санайды. Ал енді сұрақ: ислам бұл құбылысқа қалай қарайды? Құранда немесе хадистерде НЛО деген нақты термин кездеспейді. Алайда ислам ғайып, яғни адамның көзімен көрмеген, ақылмен толық ұға алмайтын құбылыстар бар екенін айқын растайды. Алла тағала Құранда былай дейді: көктер мен жердің сырлары тек Аллаға ғана мәлім. Бұл аяттан не түсінеміз? Біз білмейтін, көзбен көрмеген нәрселер ғайып. Оларды тек Алла біледі. Аспанда көрінген әрбір жарық немесе түсініксіз нысан біз үшін беймәлім, бірақ Алла үшін ештеңе жасырын емес. Мұсылман адам кез келген таңғажайып нәрсеге бірден бұл бөгде ғаламшарлық деп үкім шығармайды. Себебі мұндай шешім айту болжам мен жорамалға негізделеді. Ал исламда ғайып дүниеге қатысты тек нақты дәлелге сүйену міндет. Пайғамбарымыз, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, бір хадисінде: Алланың жаратылыстары көп, сендер олардың тек аз ғана бөлігін білесіңдер деп айтқан. Бұл адамзаттың білімі шектелу екенін білдіреді. Бәлкім көрген нысан шын мәнінде табиғи құбылыс, метеор, жарықтың шығылуы және көзге көрінетін елес шығар. Бірақ біз оны нақты білмегендіктен оны ғайыптың қатарына қосуымыз керек. Ислам жындар мен періштелер туралы анық баяндайды. Жындар көрінбейтін, оттан жаратылған тіршілік иелері. Олар кейде адам кейпінде көрінуде мүмкін. Жындар кей жағдайда адамдардың көзіне елес ретінде көрінуі мүмкін. Бұл да НЛО-ны түсіндірудің бір жолы болуы ықтимал. Періште нұрдан жаратылған, Алланың әмірін бұлжытпай орындайтын жаратылыс. Олар да адам көзіне көрінбейді, тек Алла қаласа ғана көрінуі мүмкін. Қазіргі таңда НЛО тақырыбына қызығушылық танытып, соған ерекше сеніп кеткен адамдар да бар. Олар бұл құбылысты дінмен араластырып, басқа әлеммен байланысамыз деп адасып кетуде мүмкін. Ислам мұндайға тыйым салады, себебі ғайыпты Алладан басқа ешкім білмейді. Құранда былай делінген: ғайыптың кілті Алланың құзырында, оны ешкім білмейді, тек ол ғана біледі. Қорытынды айтсақ, ислам бұл сұраққа өте ұтымды, сабырлы жауап береді. Егер бұл құбылыстың нақты дәлелі болмаса, ол жай ғана ғайып. Біз оны жоққа шығармаймыз, бірақ шектен тыс сеніп, өз көзқарасымызды дін ретінде жарияламаймыз. Аспандағы нысандар Алланың шексіз құдіретін еске түсіруі мүмкін, бірақ біздің сеніміміз Құран мен хадиске ғана негізделуі тиіс. Біз шындықты іздейміз, бірақ бұл шындық Құран мен сүннеттен алшақ болмауы керек. НЛО болсын, басқа болсын, мұсылман әркез ақылмен, дәлелмен және шариғат шеңберінде ой жүгіртуі тиіс.